Ассалаумағалейкум. Берген деген кісіңіз екен. Мен жалғызбасты әкемін. 3 бала шағам бар. Жақында жолдасым өмірден озды. Ішінде 3,5 айлық сәбимен кетті. Өзім разный рабочий болып жұмыс жасаймын. Қазір көбінесе поляда капуста тереміз. Өзімде екі көзімде де -9. Ең үлкен баламды да Құтиоз деген денесінде қара тақтары бар. Басымда баспана жоқ, мен Премекада тұрамыз. Ода газ жоқ. Келіншегім елесі әлі кетпейді. Әлі келетін болып тұрады маған. Мәңгілік жүректе қалдыңыз. Балдарым анасын іздейді. Өзді үйде отырған кезде сыртқа шығып кетемін. Қорада жылаймын. Жүрегім ауырады ол сөзді естіген сайын. Берген аға, бала тауып болмысыңа жеңіл себепші қалдым. Рұқсат болса, осы қаражатпен бұйырса өзіңіз бен балаңыз ем алады. Және баланың кәсібіңізді ашуға көмектесеміз. Одан басқа үйлі болдыңыздар.